Зорлық, зомбылықтан қашқан қазақтарды ОГПУ қызметкерлері шекара аймағында аяусыз қырған. Іле Синцзян әкімі кеңес консулы Колосовқа тапсырған ресми хатында 1930 жылдың 2 желтоқсанында Хоргос постысынан өткен қазақтарды совет шекарашылары әйел, бала демей қуып кеп, 50-ін өлтіріп кеткен. Қытай мемлекетіндегі кеңес үкіметінің консулы Колосов Ресей сыртқы істер министрінің орынбасары Қараханға жазған ресми баяндамасында кеңес шекарашыларының 1000-нан аса босқын аш қазақтарды айуандықпен өлтіргені туралы жазылған. Атамекенін тастап, шекарадан өткен бауырларымыз шетелде де көптеген қиындықтарды бастан кешірді. Олар Қытай арқылы Пакистан, Тибет, Индияда басқа мемлекеттерге босып көшіп кетті. Сол кездерді басынан кешкен қадірлі ақсақал Халифа Алтай: "Біз Пәкістанға 3000 қазақ келіп едік. Ыстыққа төзбей, ауруға ұшырап, бір жылда 2000-ымыз қырылып кетті" деп жазады. Тоз-тоз көшкен халықтарымыз Гималай тауынан, Гоби шөлінен өткен кезде табиғат апатынан, аштықтан, аурудан талай қазақтар қырылып та қалды. Шықпай жатып бесіктен қайғы торып, сарғалдақтай жаңбырсыз қалған солып, қайда барсаң алдыңда қорқыт көрі, неге тудық бақытсыз халық болып. Арман етіп жазылмас жан жарасын, атамекен тастадық кең даласын, өз жеріңе сый алмай барғаныңда, өгей елден қайран жұрт не табасың. Елде жаппай ашаршылық басталды. Адамдар өлген малдың терісін, ағаштың қабығын, шөптің тамырларын жеді. Маусымның 20-сында Семей, Павлодар, Ақтөбе округтарында 109.809 адамның аштыққа ұшырағаны анықталған. Семей округінің 121 елді мекенінде 33.667 аш адам есепке алынған. Павлодар облысының аудандарында 28.110 аштар тіркелген. Ақтөбе округында кедейлер мен шаруалар құрайтын аштардың саны 40.000-нан асқан. Аштықтың күшейгені соншалық, адамдар суырдың етімен, өлексемен және басқа да жеуге жарамайтын заттармен қоректенген. Тамақ іздеп босқан халық аштан қырылды. Әулиеата ауданынан бірнеше отбасы Қырғызстанға көшкенде жол бойында 24-і өліп қалған. Торғай облысын тексерген комиссия малдарын күшпен тартып алған ауылдарда 4552 адам аштан өлгенін анықтаған. Түлкібас ауданында Кемербастау дейтін колхоз бар. Сонда біздің жездеміз тұрады. Соған әйтеуір далбасылап, бізді қолында 6 жасар қызы бар. Мен жетідеуде, ара примерно 9 километрдей өдеймін. Соған бара жатырмыз ғой, 3 жасар баланың жүрісіне болады. Соған әрен станциядан өтіп, осы станциядан Кемербастаудың ортасына барған кезде бізді үйірлі қасқыр қамады. Оны мен есімде болған жоқ, қасқырлардың қараған болуым керек. Шешем кейін маған осыны айтып берді. Соған бара жатқан кезде не істерін білмеген. Қолында таяқ айқайлайды. Әйел екенін білгеннен кейін олар қорықпастай, жаңағы жақындап тіптен топырақ шаша бастайды. Енді басталады. Үшеумізді кетуіміз керек. Шешем не істерін, сонда тапқаны қызы тасай салып, мені арқасына алып зытып отырған. Сөйтіп ауылға жетіп адамдар келді. Келсе қасқыр кеткен, қыздан тек қана шашы қалған, алақаны қалған. Осындай сұмдықтар болды.
Батпаққара мен Торғай өңірлерінде өлген адамдардың толық тізімін жүргізбегеннің өзінде 2042 адам аштан өлгенін анықтаған. Шу ауданының Гуляевка елді мекенінде 3 күнде 60 адам, 49-шы ықшам ауданда күніне 8-10 адам өліп отырған. Қараталда желтоқсан қаңтар айларында кем дегенде 600 адам аштықтан өлген. Ақсу аудандық милициясының берген ақпары бойынша аштан өлген адамдар саны 2264-ке жеткен. Қазақтар аштыққа ұшырап жатқанда Сталин Молотовқа күніне 1,5 миллион пұт астықты сыртқа шығарудамыз. Менің ойымша бұл аз. Ең кем дегенде 3-4 миллионға дейін көтеру керек. Әйтпесе біз жаңа металлургиялық машина жасау заводтарынсыз қаламыз деп жазды. Ашаршылықтың басты себебі ауыл шаруашылығын ұйымдастырудағы алған бағыттың қателігінен болды. Осы шара жергілікті ұлттың дәстүр мен өзіндік ерекшеліктер ескерілмей, әпербақандыққа салынып ойланбай жүргізілді. Сталиннің индустрияландыру саясаты тұсында халық астық дайындау науқанының құрбаны болды. Осы саясат елдегі бүкіл шаруалардың қасіретіне айналды. Ресейдің тарихшы ғалымдары қазақтардың аштан қырылуын сталиндік тоталитарлық режимнің қателігі деп түсіндіреді. Егер Сталин қателік жасаған болса, оны түзетуге мүмкіншілігі болды ғой. Ол қазақтардың аштықтан халық қырылып жатыр деген жан айқайы шыққан хаттарына дауласуды тоқтатыңдар, бізге астық қажет деп жауап береді.